Тәңірі тағала адамды топырақтан жаратып, оны періштелерге тамашалауды бұйырады. Ол кезде ібіліс періштелердің ұстазы еді. Ол адамның қарнын үріп көріп еді, қос балшықтан даңғырлаған дыбыс шығады. Ібіліс ымырсиып, іші даңғырлаған қуыс екен, мақтағанды жақсы көреді. Мұның түбіне осы мақтан сүйіштігі жетеді деп, қарнына түкіріп жіберді. Жаббар хақ Жебрейлге бұйырып, ана Азазілдің түкірігі тиген жерді қыршып алып таста дейді. Жебрейл адамның қарнынан бір шөкім топырақты ойып алды. Ойылған жері қазіргі кіндіктің орны екен. Құдай тағала бір шөкім топырақты илеп, одан итті жаратыпты. Осыдан бастап итке 3 түрлі мінездар еді. Бірі шайтани, бірі адами, бірі періштенікі. Шайтани мінез ібілістің түкірігінен пайда болады. Сондықтан ит өте сезгіш келеді. Күндіз түн деп айырмады. Бірдей біледі, бірдей көреді. Арамды да жейді, нәжістен де жиіркенбейді. Құтырса, иесінде қауып алады. Адами мінез адам атадан жұғады. Себебі адамның кіндік топырағынан жаралды ғой. Сондықтан адамды бауыр көреді. Жанашыр жақынына балайды, еркелейді, артынан еріп жүреді. Осы үйдің баласы көп болса екен, балалары болса, қолдарындағы нанын алып жер едім, еркелеп ойнар едім деп тілейді екен. Сол үшін адамдар итті жақсы көреді. Ал періште мінезі Жебрейлден дарыпты. Топырақты қыршып алғанда саусағы тиеді ғой. Сондықтан ит қожайынын дос көреді. Ас бермесе де кетпейді. Күні түні егесінің күзетінде жүреді. Малын, жанын сақтайды. Қандай қорлық тарса да арамдық ойламайды. Неше күн аш жүрсе де егесіне ренжімейді. Итке ас берсе, періштелер риза болады екен.